Баршаларыңызға ассалаумалейкум. Бүгінгі видеода Аллах Тағаланың көркем 99 есімінің 71-ші есіміне келдік. Әл-Муқаддим есімі алға шығарушы, ілгерілендіруші деген мағынаны білдіреді. Бұл қалай? Аллах Тағала қалаған нәрсесін, қалаған құлын алға шығарады, дәрежесін көтереді. Адамның дәрежесінің көтерілуі Аллах Тағаланың Әл-Муқаддим есімінен көрініп тұр. Келесі есім Әл-Муахир есімі қарама-қарсы. Әл-Муахир артқа шегіндіруші, қайтарушы деген мағынаны білдіреді. Аллах Тағала қалаған нәрсесін, қалаған құлын кері шегіндіреді, артқа қарай тартады. Бұл қалай? Мысалы, кәпірлер, Аллаға қарсы топтар, оларды кері шегіндіретін, артқа қайтаратын Аллах Тағала өзінің Әл-Муахир есімі арқылы көрсетіп тұр. Келесі бізде Әл-Әуәл есімі бастаушы, алғашқы деген мағынаны білдіреді. Аллах Тағала ешқандай әлемдер жоқ кезде де бар болған, барлығының бастауы Аллах Тағала. Аллах Тағаланың шегі жоқ, алғашқы, бірінші деген мағынаны білдіреді. Келесі Әл-Ахир есімі. Бұл Әл-Әуәлға қарсы, яғни соңғы деген мағынаны білдіреді. Аллах Тағала бүкіл әлемде жойылып кеткеннен кейін де еш нәрсе қалмаған кезде де Аллах Тағала соңында қалады, яғни Аллах Тағала шексіз, мәңгілік осы Әл-Ахир есімі арқылы көрсетіп тұр. Келесі Әз-Захир есімі. Аллах Тағала бұл есімі мағынасы айқын, анық деген мағынаны білдіреді. Әз-Захир, яғни Аллах Тағаланың бар екені айқын, оған дәлел бүкіл осы Аллах Тағаланың жаратылыстары, жанды жаратылыстары, жансыз жаратылыстары Аллах Тағаланың бар екенін Әз-Захир есімі арқылы көрсетіп тұрады. Осымен видео аяқталды. Сіздерге пайдалы болды деген ниеттемін. Алдыңғы видеоларды көріп, Аллах Тағаланың көркем есімдерін түсінуді Аллахым нәсіп етсін. Баршаларыңызға ассалаумалейкум.